Бүгінгі тақырыбымыз Гай Ричи. Гай Ричидің 4 авторлық фильмі бар. Ол «Карта, ақша, 2 мылтық», «Ұрланды», «Рок-н-роллшы» және «Джентльмендер». Бұл 4 фильмнің сюжеті қарап тұрсаң бірдей. Бір жас қылмыскерлер үлкен бір кісіден бір нәрсе ұрлайды. Сөйтіп фильм өте келе сол кісіге сол ұрланған затты сатпақшы болады. Бірақ айырмашылығы неде? Неге ол 4 фильм 4 бөлек туынды болып көрінетінін білесіздер ме? Өйткені басты кейіпкердің позициясы ауысады. Ол позиция қайдан шықты? Ол Гай Ричидің өзінің позициясы өмірдегі. Өйткені бірінші фильмде «Карта, ақша, 2 мылтықта» ол өзі енді жолын бастап жатқан киномайталман, және оның басты кейіпкері енді жолын бастап жатқан қылмыскерлер. Гай Ричидің өзі де білмейді, ол фильм кіре ма кірмей ма, ол қандай деңгейде қазір жалпы киномен айналыса ма, ары қарай айналыспайды ма. Сондықтан ол фильмнің соңы осындай ашық. «Ұрланды» деген фильмде басты кейіпкер Джейсон Стейтем ойнайтын. Ол кішкене тәжірибесі бар, бірақ әлі де үлкен ойын бар, үлкен ойындағы үлкен ағалар бар. Ол кішкене жолын енді бастамаса да жаңағы позициясына көңілі толмайтын кісі. Өйткені Гай Ричидің өзі білмейді, ол бірінші фильмі кездейсоқ жетістікке жетті ме, әлде ол шынымен мықты киномайталман ба. Үшінші фильм «Рок-н-роллшыда» Гай Ричи сол рок-н-роллшы сияқты ол кішкене ағылшын киносынан бөліктенбекші болады. Сөйтіп фильмнің соңындағы рок-н-роллшының сөзі бар: «Көкем, мен енді сен сияқты нағыз рок-н-роллшы боламын» дейді, Америкаға кетіп қалады. Гай Ричидің өзі сол фильмнен кейін Америкаға кетеді, көптеген студиялық фильмдер түсіреді. Шерлокі бар, сосын Аладдин бар. Аладдинмен миллиардты бағындырған режиссерлер қатарына кіреді, мықты болады. «Джентльмендегі» басты кейіпкер кім? Микки Пирсон, жетістікке жеткен, бәрін дәлелдеп тастаған кісі, енді жастарға өзінің орнын кездейсоқ алмағанын дәлелдейтін кісі.